Ми-171 тікұшағы ұшуға дайын. Борттық техник аға лейтенант Төрежан. Мен бала кезден өзім ұшқыш болуды армандағам, сол себепті осы саланы таңдадым. Ұшақтардың аспанда ұшу әдемілігіне емес, сол ауыр алып темірді қалай ұшып баратқаны, қандай физикалық оған күштер әсер ететіні қатты қызықтыратын. Ұшу алдында ешқандай ақау болмауын, сыртқы антенналардың үзілмеуін, кір или болмаса мұз, су болмауын, радиоэлектрондық жабдықтарын тексереміз. Связьдің таза болуын және жақсы естілуін жерден тексереміз. Әр сөзді жазып алады. Бұл автокөлік емес, бұзылып қалса жолдың шетіне шығып тоқтай салатын. Су тасқынында біздің тікұшақтар ерен еңбек етті. Әрине, ол жерде көбінесе үлкен апалар болды, кішкентай балалар болды. Сол апалар тасыған кезде, көздерінің көз жастарын қараған кезде ішінде жүрегім қан жылап, ондай болмаса екен деп тіледік.